Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер екі түрлі салат дайындаймыз. Жаңа салат. Біреуін қазыдан, екіншісін духовкаға пісірілген тауықтың төс етінен. Ол үшін бізге тауықтың төс еті, қазы, қуырылған баклажан, руккола, салат жапырағы, қызанақ, қияр, ірімшік, пармезан ірімшігі, сосын гауда ірімшігі керек болады. Ол алдын ала біздер рукколаны суға, уксус қосылған 2%, 3% суға, уксус қосылған суға рукколаны салып 10-15 минутқа салып аламыз. Неге десең, жаңа микробтар ішінде, шөптің ішінде микробтары кетеді, тазаланады, әрі қытырлап қалады. Сосын оның үстіне жаңа салат жапырағын қолымызбен жұлып бөлеміз. Содан кейін қиярымызды өздеріңіздің қалауынша турайсыздар. Содан кейін қызанақты онда өздеріңіздің қалауыңыз бойынша тураңыздар. Мен кішкене қызанақты 4-ке бөлдім. Енді жаңа черри қызанағы болса, оны 2-ке бөлесіздер. Менде черри қызанағы болмады, черри қызанағы вообще әдемі болады. Сосын тауықтың духовкаға пісірілген тауықтың төс етін оны тураймыз, жіңішкелеп. Суға да піскен түрін қосуыңызға болады. Сосын қазыны енді алдын ала пісіріп суытып аласыздар, оны да өздеріңіздің қалауыңызша тураңыздар. Біздер енді оны жаңағы көкөністерімізге қоспаймыз, оларды бөлек турап қоясыздар. Сосын гауда сыр или басқа да жұмсақ сырларыңызды жіңішкелеп ірімшігіңізді турап аласыздар. Оны енді жаңа көкөніске қосасыздар. Сосын қуырылған баклажан видеосын салам, оны бөлек. Сосын соус дайындаймыз. Соусты біздер оливковый маймен лимон шырынынан дайындаймыз. Оливковый май 100 грамм, 2 ас қасық десеңіздер де болады. Сосын жаңа кішкене тұз қосып жіберіп араластырамыз. Бұл жерде горчица болса, горчицаның несі әрітір. Ол қосуыңызға болады. Мен өзім ұнатпайтын болғасын қосқан жоқпын. Содан кейін жаңа көкөністерімізге салып, оны араластырамыз. Содан кейін тәрелкемізге рукколаның бір бөлігін саламыз да, сосын үстіне жаңа араласқан көкөнісімізді саламыз, 2 тәрелкеге бөліп. Содан кейін оның бір бөлігіне жаңа піскен қазымызды саламыз. Екінші бөлігіне духовкаға піскен немізді саламыз, тауығымызды. Міне қазыны салып жатырық, әдемілеп салып шығасыздар. Содан кейін тауықтың төс етін әдемілеп салып шығасыздар. Сосын салып шыққаннан кейін баклажанымызды салып шығамыз. Жаңа алып қалған бір бөлігін салып шығасыздар баклажаны. Баклажан духовкаға де пісіріп алсаңыздар болады, қуырып алсаңыздар да болады. Содан кейін помидорларыңызды қалауыңыз бойынша турап, оны да әдемілеп саласыздар. Әдемілеп саласыздар. Сосын жаңа тауық салынған неміздің бетіне, көкөнісіміздің, салатымыздың бетіне пармезан ірімшігін теркадан өткізіп, жіңішке теркадан өткізіп, әдемілейміз тауықтың төс еті салынған салатымызға. Пармезан ірімшігі өзінің формасын ұстап тұрады, сол үшін әдемілеп соны салып шығасыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын салат. Өте дәмді, әдемі болып көрінеді. Ас болсын.